Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Қалдарың қалай? Бүгінгі онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фантазия. Сабағымыздың мақсаты тақырыпқа байланысты мәселенің шешім жолдары мен себептеріне өз көзқарасын жазу. Демек, бүгінгі сабақта біздің үйренетініміз көтерілген мәселені табамыз, мәселенің шығу себебін анықтаймыз және шешім жолдарын жазатын боламыз. Олай болса, бастайық. Сабақты бастамай тұрып, мен мынандай бір тұжырымдарды білгім келіп отыр сендерден. Сендердің ойларыңша, қиял деген не? Біз өзімізше тұжырым жазып көрейікші? 4 тұжырым. Қиял деген не? Тұжырым деп отырғанымыз сіздің соңғы ойыңыз, яғни сіздің қорытынды пікіріңіз. Жақсы? Олай болса, мен сіздерге 1 минут уақыт берейін. Қиял деген не дегенге біз 4 түрлі тұжырым жазып көрейік. Жақсы. Жазған болсаңыздар, тұжырымдарыңызды ертеңгі сабақта талқылайтын боламыз. Жарай ма? Жақсы. Демек, біз қиял дегенге өзімізше бір тұжырым жасауымыз керек. Қиял деген не? Сіздің болашағыңыз, әлде сіздің өткен шағыңыз, немесе сіздің арманыңыз, немесе тарихтың бір қара деп айтасыз ба? Өз кез келген бір пікіріңізді ертеңгі сабақта талқылайтын боламыз. Мен әрі қарай жалғастырамыз. Қазір сіздерге тыңдалым мәтінін беремін. Сол мәтінді оқып, тапсырманы орындауымыз керек. Ол мәтін фантазия деген тақырыппен біздің кітабымызда бар, 6-шы тапсырма 178-ші бетте. Олай болса, бірінші кезекте мәтінмен танысайық. Ал кеттік. Фантазия өмірдің гүлді, көрікті болуының түпкі діңгегі. Фантазиясыз адам тұсаулы есек. Фантазия ақылды кеңейтеді. Фантазиясыз жаңадан бір нәрсені ойлап табу мүмкін емес. Фантазия құлықты түзейді. Біз құлықсыз адамның орнына өзімізді қойып, құлықсыздықтан жиренеміз. Бұл жерде балалар түсіндіре кетейін, құлық деген сөз не? Құлық деген желание, интерес, қызығушылық, орындауға деген құмарту, орындауға деген қызығушылық. Ал құлықсыздық ол орындағысы келмеу. Жақсы? Құлықсыздықтан жиренеміз. Фантазия әдемілік сезіміне тереңдетеді. Біз неше түрлі әдеміліктерден фантазия арқылы ләззат аламыз. Фантазиясыз адам өмірі өңсіз, түссіз бір нәрсеге айналады. Мылқау өмірге үн беретін, сақау өмірге тіл беретін, жоқты бар қылатын, барды гүлді, көрікті қыла алатын, бізді арыға аяқ басқызып, Тәңірмен тілдестіретін сол фантазия. Қиял терең һәм бай болу үшін жанды суреттеулер көп болу керек. Адам неғұрлым білімді, тәжірибелі болса, қиялы да сонша бай болмақ. Міне, осы себептерден баланың қиялы терең, бай болсын десек, оның білімді болуына иждағат қылу керек. Иждағат сөзі тырысу керек, табандылық таныту керек. Бала тұрмыспен көзбе-көз таныссын, оның есінде, жанында көп білім болсын. Жан-жануардың тұрмысын бақыласын, жаратылыстың тұрмысымен таныс болсын. Міне, сонда баланың қиялы өткір, әрі бай болмақ. Мағжан Жұмабаев. Міне, құрметті оқушылар, біз тыңдалым мәтінмен таныстық, енді мәтін бойынша тапсырмаларды орындауымыз керек. Нені орындаймыз? Олай болса, дәптерімізге жазып алайық. Кет. 1. Мәтінде қандай мәселе көтерілген? Сұрақты жазып алайық дәптерімізге. Қандай мәселе көтерілген? 2-ші сұрақ. Бұны да жазып алайық. Сол мәселенің шығу себебі не? Не себепті шықты ол мәселе? 3-ші. Қандай шешім жолдары бар? Жазып алайық дәптерімізге. Қандай шешім жолдары бар? Яғни осы мәселені шешу үшін сіз қандай шешім жолын ұсынасыз? Окей?
Олай болса, тапсырманы орындауға кірісейік. Яғни біздің орындайтынымыз үш қана мәселе. Бірінші, көтерілген мәселені анықтаймыз, оның шығу себебін жазамыз және өзіміздің көзқарасымызды жазамыз шешім жолы ретінде. Осы үш мәселе. Ал кеттік, сіздерге бірер минут уақыт берейін. Жақсы, уақыт аяқталды. Олай болса, мендегі жауап пен өздеріңіздің жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Жарай ма? Жақсы, кеттік. Көтерілген мәселе не? Көтерілген мәселе адам фантазиясының бай болу керектігі туралы айтылған. Солай ғой. Көтерілген мәселе осы. Қалай адамның фантазиясы бай бола алады деген сияқты. Енді осы мәселенің шығу себебі қандай? Көзбен көріп, қолмен ұстап жасалған жұмыстардың аз болуы, яғни білімнің жоқтығы. Білім болса, онда адамның қиялы да бай болады дейді жазушы. Енді бұған өзімізше бір шешім жол ұсынып көрейік. Қандай шешім жол бар? Кітап көп оқып, практикалық жұмыстарды көптеп атқару арқылы қиялымызды дамыту. Осы тұста мен сіздерге бұл тақырыптан тыс бір өмірден мысал келтіре кетейін. Қазір сіздерде информатика пәні болады, Ол пән бізде де болған. Мүмкін ата-аналарымызда болған болуы мүмкін. Бірақ біздің кезімізде информатика пәні бар еді. Информатикадан сабақ беретін мұғаліміміз бар еді. Бірақ компьютер жоқ еді. Компьютер жоқ. Бірақ бүкіл терминдердің барлығын білеміз. Мышка не, перне тақта қалай, монитор, процессор, барлығын білеміз. Бірақ компьютер жоқ. Елестете алмаймыз, яғни қиялдай алмаймыз. Демек, көрдіңіз бе? Қиялдай алу үшін практикалық жұмыстардың болуы маңызды. Көзбен көріп, қолмен ұстап, оны көп жасауымыз керек, көп оқуымыз керек, сонда ғана біздің қиялымыз ары қарай дамиды деген сияқты. Окей, демек осы үш мәселен біз үш жұмыста біттік мәтінге байланысты. Сонымен, құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта не үйрендік? Көтерілген мәселені анықтадық, мәселенің шығу себебін таптық және шешім жолдарын ұсындық. Енді осы сабақты қорыта келе, мен сіздерге ең басты нәрсені айта кетейін. Біздің емтиханда болсын, жалпы өмірде болсын, біздің ең басты міндетіміз мәтінді түсініп алу. Мәтіннің не туралы екенін білу. Егер сіз мәтінді түсінсеңіз, не туралы екенін білсеңіз, онда сізге көтерілген мәселені анықтау қиынға соқпайды. Көтерілген мәселені анықтап алған екен, оның шығу себебімен және өзіңіздің шешім жолдарыңызды оп-оңай ұсына аласыз. Сондықтан да әрбір сөзге мән беріп, түсінуге әрекет жасауымыз керек. Ертеңгі емтихандарда да сол мәтінді түсінуіміз негізгі рөл ойнайды. Сондықтан да жақсылап түсініп алуды ұсынамын. Рахмет, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздерге үй тапсырмасы 7-ші тапсырма 178-ші бетте кітапта тұр. Дәл сол тапсырма кітапта қалай берілді, дәл солай орындаймыз. Үй тапсырмасын homework'ты орындап болып, WhatsApp-пен жекеме жібересіздер. Әдеттегідей. Окей? Жақсы, мен сіздермен қоштасамын. Келесі сабаққа дейін. Бай-бай.